Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті қыз-келіншектер, мен сіздерді өзімнің оқыту әдісімді қолдана отырып, Құран оқып үйрену сабағына шақырамын. Біздің сабақ оқуымыз үшін бізге қажетті құралдар мынандай ғана мұғалім сәни кітапшасы және қалың дәптер. Қалың дәптер міндетті түрде есеп жолы болған дұрыс. Өйткені біз сабағымызды әріптерді жазумен бірге оқып үйренеміз. Және бір қаламсап, көк немесе қара болса да болады, қызыл қаламсапты артық етпейді, қызылдың болғанда дұрыс. Осы ғана қарапайым, осы ғана құралдар, оқу құралдары бізге жеткілікті. Алғашқы сабағымызды араб әріптеріне кіріспеден бастаймыз. Яғни араб әліппесінде 28 әріп бар. Мына жерде көрсетілген 28 әріп бар. Алиф, бә, тә, сә, джим, ха, ха, дәл, зәл, ра, зә, син, шин, сод, дод, та, за, айн, ғайн, фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, хә, вау, яй. Осы 28 әріп дауыссыз дыбыстар деп аталады. Яғни бұлар дауыссыз дыбыстар, 28 әріп. Араб әріптері оңнан солға қарай жазылады және оқылады. Әріптерде бас әріп және кіші әріп болмайды. Себебі біздің қазақ тілінде немесе бізде жер, су, қала аттары бас әріппен жазылады. Араб тілінде ондай емес, әріптің барлығы бірдей. Бас әріп, кіші әріп болмайды. Және әріптер жазылу барысында екі топқа бөлінеді. Екі көріністе жазылатын әріптер, 4 көріністе жазылатын әріптер болып. Бұны енді сабақ барысында өтіп отырамыз. Әрбір әріпті өткен кезде осы 28 әріпке біз жеке-жеке тоқталып өтеміз. Ол әріптің дыбысталуы және жазылуымен бірге жеке-жеке өтіп отырамыз. Және менің сабақ өту тәсілімнің бір ерекшелігі, яғни сабақ өтуімнің бір ерекшелігі, әріптерге жеке тоқталып, оның әрқайсының жазылуымен және дыбысталуымен бірге өтеміз сабақты. Жазып та үйренеміз әріптерді. Енді мына жерге қараңыздар. Бұл мұғалім сәни. Мұғалім сәнидің бірінші несінде 28 әріп көрсетілген. Одан кейін екінші астыңғы қатарда тұрған бұл харакат деп аталады. Харакат. Харакат дегеніміз бұл қазақ тілінде қысқа дауысты дыбыстар деп аталады. Мынау 28 әріп, араб тіліндегі 28 әріп, осы харакаттың осы 3 қысқа дауысты дыбыстың көмегімен дыбысталып оқылады. 28 дауыссыз дыбыс. Харакат. Яғни харакат дегеніміз бұл қысқа дауысты дыбыстар қазақ тілінде. Олар үшеу араб тілде. Араб тілде 3-ақ қысқа дауысты дыбыс бар. 3-ақ қысқа дауысты дыбыс бар. Тағы да 3 созыл. Негізі жалпы 6 дауысты дыбыс бар. 3-еуі осы қысқа дауысты дыбыс және 3-еуі созылыңқы дауысты дыбыстар. Оларды созылыңқы дауысты дыбысты өзінің тақырыбында өтеміз. Бізде қазір ең басты тақырыбымыз қысқа дауысты дыбыстар болып тұр. Яғни харакаттар. Енді жазумен бастайық. Бірінші бисмиллахир-рахманир-рахим деп сабағымызды жазумен бастайық. Біз дәптерімізді оң жақтан, яғни біз үшін жаңағыдай мына жерден жазғаннан кейін бізге оң болып көрінетін шығар. Жалпы оң беті дәптердің осы мына жақтан бастаймыз. Оң жағымыздан, оң қол жағымыздан бастаймыз. Дәптердің, яғни біз үшін арты. Оң жағынан бастап ашамыз да осы бетінен бастап жазамыз. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Дәптердің арт жағынан бастаңыздар. Дәптердің артынан бастап ашыңыздар, өйткені бізге сол жазған солай ыңғайлы болады. Келесі жаңа тақырыбымызды бисмилля деп бастайық. Бірінші тақырыбымыз біздің харакаттар болады. 28 әріпті жазып, дәптерге жазып қойсаңыздар болады, немесе осылай. Осы кітапта тұрса. Келесі астыңғы неге қараңыздар, неге. Кітаптың астындағы тақырып, мынау тұрған, кішкентай мына сызықтың ішінде тұрған. Бұл харакаттар деп аталатын тақырып бұл. Харакатун. Қазақша былай жазамыз. Харакат. Яғни харакат дегеніміз қазақ тілінде қысқа дауысты дыбыстар. Бізге түсінікті болу үшін қысқа дауысты дыбыстар дейміз. Бұлар үшеу неге? Фатха, касра, дамма. Яғни бұл әріптің үстінде тұрса астында тұрса и, үстінде үтір сияқты болып тұрса у болып оқылады. Енді дәптерге жазып көрсетейік. Сіздер де жазып алсаңыздар болады, өздеріңізге түсінікті болу үшін.
және сақталып қалу үшін харакат дегеніміз қысқа дауысты дыбыстар. Харакат дегеніміз қысқа дауысты дыбыстар. Олар үшеу. Олар үшеу. Фатха, яғни фатха дегеніміз барлық әріптің үстінде келетін андай кішкентай ғана сызықша. Бұл ә болып оқылады, немесе а болып оқылады. А болып оқылатыны бұл әріптің жуандығына байланысты, қатысты. Егер әріп жуан әріп болса, өзі жуан әріптер бар араб тілінде, оны тақырып барысында өтеміз. Жуан әріптің үстіне келетін болса фатха, ол кезде а болып дыбысталады. Ал жіңішке әріптердің үстінде тұрғанда ә болып оқылады, дыбысталып. Енді фатха барлық әріптің үстінде келеді, бұл ә немесе а болып оқылады. Енді кәсіра бұл әріптің астында келеді әрқашан. Бұл и болып оқылады. Неке астында мынандай кішкентай сызықша тұрса и болып оқылады. Дамма бұл әріптің үстінде келетін үтір, кішкентай ғана үтір сияқты. Бұл у болып оқылады. Неке фатха, кәсіра, дамма, ә, и, у. Яғни осы үшеуі қысқа дауысты дыбыстар деп аталады. Неке егер бұл осы үш қысқа дауысты дыбыс сөз басында келетін болса, бұл үш қысқа дауысты дыбыстың, яғни харакаттардың тірекшелік қызметін алифтің таяқшасы атқарады, бірақ өзі оқылмайды. Осы алиф таяқшасының үстіне фатханың сызықшасын қоямыз, бұл ә болып оқылады. Бұлар тек қана сөз басында келеді, бұндай жағдай. Алиф әрпі, яғни алиф таяқшасы фатханың харакаттың таяқшаларының харакаттардың тірекшелік қызметін атқарып тұрады сөз басында. Өзі оқылмайды таяқша. Алифтің таяқшасы өзі оқылмайды. Тек қана үстіндегі харакат оқылады, және астындағы харакат оқылады. И. Неге кәсіра. И. Үстіндегі дамма у. Неге бұлар тек қана сөз басында келеді. Сөз басында харакаттар кезінде оның тірекшелік қызметін алифтің таяқшасы атқарады, бірақ өзі оқылмайды таяқша. Тек қана үстіндегі әні, астындағы иді, үстіндегі үтірді оқисыздар. Ә, и, у. Енді сіздерге кішкене қолды үйрету үшін тапсырма былай болады. Неке ә, екі клетка қалдырып, неке осылай жасаңыздар болады. Алифтің таяқшасы міндетті түрде 1,5 клетка ғана болады. 2 клетка немесе 1 клетка қылып, қысқа не ұзын қылып жасамаңыздар алифтің таяқшасын. Неке 1,5 ғана клетка қылыңыздар. Ә үстінде тұрады не. Сөз басында ғана келеді осылай. Арада 2 клетка қалдырып, 3-ші клеткаға осылай жазып қолды үйретсеңіздер болады. Осылай қарай дәптердің соңына дейін. Енді кәсіра, тағы да алифтің таяқшасын жазасыздар. 1,5 клетка биіктікте астына кәсіраны қоясыздар. Кәсіраның белгісі, яғни и. Арада 2 клетка қалдырып кетіп, 3-ші клеткаға тағы да бір алифтің таяқшасын жазасыздар. Астына кәсіра белгісін қоясыздар, яғни и. Үстінде тұрса ә, ә. Астында тұрса сызықша кішкентай и болып оқылады. И. 3-ші дамма, тағы да алифтің таяқшасын жазасыздар. 1,5 клетка қылып, үстіне үтір сияқты кішкентай белгі қойсаңдар, бұл у болып оқылады, яғни у. Дамма деп айтады. У. Неке у. Осылай қылып, сіздерге тапсырма қолды үйрету үшін арада 2 клетка қалдырып, дәптердің соңына дейін жазып шықсаңыздар болады. Бұл харакат деген тақырыбымыз, алғашқы мұғалім сәнидегі тақырыбымыз. Ә, и, у. Сөз басында осылай келеді. Сөз ортасында бұл 3 харакат алифтің таяқшасысыз жазылып, әріптердің үстіне, астына, үстіне қойылады харакаттар. Осы харакаттардың көмегімен 28 дауыссыз дыбысталып оқылады. Енді сукун деген бір белгі бар. Сукун белгісі кішкентай ғана дөңгелек, нөл сияқты болады. Осы белгі әріптің үстінде тұратын болса, жаңағы харакаттардың ешқайсысы жоқ дегенді білдіреді. Яғни сол сукунды әріпке тоқталып оқисыздар. Сукун жазып қояйын сіздерге. Сукун белгісі әріптің үстінде тұрса, сол әріпке тоқталып оқимыз. Сукунды әріпке тоқталып оқимыз. Сукунды әріпке тоқталып оқимыз. Бұны харакат пен сукун бізге тапсырма сабақ барысында өте қажет. Бұл екі тақырып. Сол үшін біз харакат пен сукунды бірінші өттік.
бұлардың бәрін сабақ өтіп жатқан кезде, яғни әріптерді өтіп отырған кезде әр тақырыпта түсініп отырасыздар, қайталанып келіп отырады. Харекет пен сүкунсіз ешқандай әріптер оқылмайды. Сүкун белгісі осы. Енді келесі бисмилля деп мұғалім сәнидегі әріптерімізден бастайық. Яғни әріптерге әріп оқуымыздан бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бірінші алиф әріпінен бастайық. Алиф әріпі. Алиф, яғни алифтің негізі жазылуы 1,5 ғана клетка болады. Тағы да қайталап айтамын. Алифтің жазылуы 1,5 клетка. 1,5 ғана клетка. 1 клетка немесе 2 клетка биіктікте, немесе одан да жоғары солай жазу, немесе кішкентай қылып жазу, бұл грамматикалық қате болады. Бұлай жазу дұрыс емес, кішкентай болмайды. Енді жазылу барысында осылай 1,5 клетка биіктікте болу керек. Алиф 1,5 клетка биіктікте болады. Осылай жазсаңыздар болады. Неге? Алиф. Алиф деп айтамыз. Алиф. Алиф. Алиф дейік. Алиф. Енді алиф әрпінің дыбысталуы жай ғана дыбысталатын. Бұл дыбыс алиф. Алиф. Неге? Алиф әрпін айтқан кезде, алиф әрпінің дыбысталуы, енді бізде әріптерді оқып отырған кезде, өзіміздің қазақ тілдегі әріптерге, яғни дыбыстарға сәйкес келетін әріптерді, мынау әріп, мысалы алиф әрпі қазақ тіліндегі ә дыбысына сәйкес келеді деп, осылай сәйкестеп оқимыз. Алиф әрпінің дыбысталуы қазақ тіліндегі ә дыбысына сәйкес келеді. Алиф әрпінің дыбысталуы, әрпінің дыбысталуы. Мен жазып жатқан себебім сіздерге де кішкене бұл түсінікті болсын, және жазумен де естеріңізде жақсы қалады, оны айтылғаннан бұл да қосымша болсын деп жазып жатырмын. Алиф әрпінің дыбысталуы қазақ тіліндегі ә дыбысына сәйкес келеді. Ә дыбысына сәйкес келеді. Енді кіріспеде біз айтқанбыз, жаңа 28 әріпке кіріспе жасаған кезде әріптер жазылу барысында 2 топқа бөлінеді деп. Бұл алиф әрпі жазылған кезде 2 формада ғана өзгеретін әріптердің қатарына жатады. Алиф әрпі 2 формада өзгереді, яғни 2 көріністе өзгеріп жазылады. Алиф әрпі 2 түрде 2 көріністе жазылады дейік. Жазылады. Алиф әрпінің жеке жазылуына тоқталатын болсақ, алиф әрпі жеке жазғанда осындай 1,5 клетка биіктікте ғана жазылып тұрады. Жеке жазғанда, жеке тұрғанда деп өтейік. Жеке тұрғанда алиф әрпі 1,5 клетка биіктікте болады. Неге? 1,5 ғана клетка биіктікте. Одан қысқа немесе жоғары биік қылмаңыздар. 2 клетка не 1 клетка жасамаңыздар. Сөз басында және де сол сияқты 1,5 клетка биіктікте жазылады. Одан қысқа немесе ұзын 2 клетка немесе 1 клетка қылу, және қайталап айтамын, бұл дұрыс емес алифті. Грамматикалық қате. Тек қана 1,5 клетка биіктікте болады. Сөз ортасында алиф әрпі тағы да 1,5 клетка. Егер де өзінен бұрын 4 көріністе жазылатын әріптер келетін болса, сол әріптермен қосылып келіп, былай жазылады 1,5 клетка биіктікте. Егер өзінен бұрын 4 көріністі әріптер келетін болса, 4 көріністі әріптер дегеніміз, бұл бір әріп 4 түрлі формада өзгереді. Бұны да сабақ барысында әріптер өткенде келесі сабағымызда өтетін боламыз. Сөз соңында тағы да алиф әрпі өзінен бұрын 4 көріністі әріптер келсе, солармен қосылып, 1,5 клетка биіктікте көтеріліп жазылады. Егер сөз соң болса да, сөз ортасы болса да, алифтің алдында өз сияқты 2 ғана көріністе жазылатын әріптер келсе, жеке тұрған алиф жазылады. Осы сияқты әріптер жазылады. Енді алиф таяқшасын жазып, қолды үйрету үшін сіздерге тапсырма мынандай болады. Алиф әрпін 1,5 ғана клетка биіктікте осылай жазып шығасыздар. 1,5 ғана клеткада биіктікте. Арада 2 клетка қалдырасыздар, 3-ші клеткаға алиф әрпінің жазылуы.